Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 23 июль 2023 жыл. Мен сіздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча бешиктен бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Южный магистраль жана Садбакасов көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Ушул жерден бир аз эле түштүк карай жүрсөңүздөр, Садбакасов жана Бердибаев көчөсүнүн кесилишинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Сіздер ал жаққа Садбакасов менен барсаңыздар деле болот туғандар. Ориентир бул Кингс май алмаштыруучу үй жайы. Же болбосо мындан чыгыш тараптагы кийинки көчө Шералиев көчөсү менен деле барсаңыздар болот. Так, дагы эмне маалымат. Бул магистраль көчөсүнө туғандар шаардын буш-бушуна көптөгөн эле маршруткалар жүрөт. Ушул шаардын түштүк тарабында жайгашкан. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин туғандар. Мынакей туғандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Бердибаева жана Садбакасов көчөсүнүн кесилиши. Сол тарапты карасаңыздар келип атып туғандар. Мынакей 2 этаж чоң сатылуучу үй жайгашкан. Азыр алдына барып калган маалыматты бир чекеден берем туғандар. Мынакей бул Садбакасов көчөсү асфальт. Анан бул Бердибаева көчөсү менен түз чыгышты карай жүрсөңүздөр, Шералиевден кийинкиси Бака көчөсүнө чыгып кете аласыздар туғандар. Ал тараптан Шералиев көчөсү менен деле келсеңиздер болот. Мынакей бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Көрүп тургансыздардай бийик забор пескоблок менен болгон, пульт менен ачылып чалган мондай дарбаза туғандар. Так. Мынакей бул жакта калиткасы, жердин анты жалпысынан 4,5 соток туғандар. Так, дагы эмне маалыматы. Көчө тараптан мондай тротуар куюлган, брусчаткалар. И бул жагынан мынакей туя же болбосо газон кыласыздарбы, мындай өзүнчө дагы зеленый зонага жай калтырылган. Электр энергиясы бар, суу бар, центральный канализация бар туғандар. И природный газ дагы бар экен туғандар. Бул мынакей райондун көрүнүшү. Так, бул сатылуучу үйүбүздүн кире бериши туғандар. Мынакей мына ушундай чоң 310 квадрат метр болгон сатылуучу үйүбүз. Стенасы толук түрдө кирпич, тышкы тараптан потолоктон утеплять этилген. Ылдый тараптары мынакей сары таш менен жасалган. Бул жагында чоң терраса, негизи кире берүүчү эшиги. И алды тарабы мынакей зеленый зонага жай газон үчүн навес туғандар. Бул жакта очокана, барбекю, ракайын орнотулуусулар чыгарылыптыр. Тегеренте ушундай бийик забор. Так, дагы эмне маалыматы. Азыр үйдүн бул түндүк тарабынан көрүнүшү бир карап алыңыздар. Мен айтпаган маалыматты деле өзүңүздөр көрүп байкап алсаңыздар болот. Азыр мен эми үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты бир чекеден берем, анан сырткарына чыгып дагы калган маалыматтар менен бир чекеден тааныштырам туғандар. Документтер боюнча айтсак, бардык документтери бар, алсаңыздар ошол менен өткөрүп берем дейт үй ээси. Так. Сырткы тарабы травертин туғандар, мынакей көрүп тургансыздардай. Эки жактан чыккан мондай тепкичтер бар экен. Бул жагынан дагы, бул жагынан дагы чыга аласыздар. И бул жерде терраса. Террасадан кухняга кирип кеткен эшик, а бул жактан негизи кирүүчү эшик жайгашкан. Бул террасанын көрүнүшү. Так. Андан ары. Бул үйүбүздүн кире бериши прихожка. Прихожка туғандар. Отопление, паровое отопление пупуз. Кайсы жерде кафель болса, ошол жерде теплый пол бар. Кире бериште мондай чоң күзгү да орнотулуп тургандар. Мынакей бул прихожканын көрүнүшү. Так, андан ары. Кайсы жагы тааныштырып кетсем, чоң 310 квадрат метр болгон үй туғандар. Бул жер мынакей холл. Бул холлдон оң тарап карай жүрсөк, экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер.
Үй жаңа салынған, жаңа ремонт. Мынакей көріп тұрып байқап тұрсаңыздар керек. И түзеле жүрсе бұл жағында зал жайғашқан. Зал өзі 38 квадрат метрден чоңырақ екен туғандар. Залдың өзі елі. Так, көрсеңіздер терезелер. Негізінен құрылыш материалдардың бары сапаттуу материалдардан алынған дейді. Келсеңіздер деле көріп байқасаңыздар болады туғандар. Бұл залдың көрініші. Түштік тарауынан жана түндік тарауынан терезелер орнатылып тұр. Янда нары қайлы қолға шығып бұл жақтағы бөлмелерді қатарынан көргөсейін. Негізінен квадраты чоң болған үй. Анан қаласаңыздар бұл жақтар деле тепкіштің түбіні кладовка қылсаңыздар деле болғыдай. Так. Ondan кейін бұл жақта общий санузел, бірінші этаждықы. Түштік тарауынан форточка орнатылып тұр. Бұл жағында тағы бір бөлме. Спальный бөлме класстары, детский бөлме класстары. Түштік тарауынан чоң терезе орнатылған, жана көріп тұрғансыздар ремонт туғандар, полдар ламинат барды бөлмелердікі. Yandan ары кіргенделе сол тарапта бұл жерде кухня жайғашқан. Бұл жақ кухня. Бұл кухнядан террасаға шығып кете аласыздар туғандар. Полдар кафель, жана теплый пол и отопление батареясы тең орнатылған экөө тең. Окей. Раковинаның жайлары. И бұл жақтан террасаға да шығып көрсек болады. Yandan ары. Сіздерге екінші этажды көргөсейін туғандар. Бұл екінші этажды кеткен тепкіштер, көртіңізде жаңа жағаштан болған тепкіштер туғандар. Түндік тұрғандар маңдай чоң терезе дейпім оның, не дейді туғандарына ке ошындай бейік терезе, қапталдарында да маңдай терезелер, айнектер. Андан ары накей бұл екінші этажымыздың коридоры дейізбі, холу дейізбі, нашындай бөлмесі. Бұл бөлмеден қалған бөлмелерге өтіп кете алабыз туғандар. Оң тараптан бір жерден таныстырып кетерейін. Шыққанда оң тарапта бір бөлме, спальный бөлме. Детский спальный класстар, не спальный класстар. Нашындай спальный бөлме жайғашқан. Видеоның башында айтқандай, центральный канализация, природный газ, су, свет бар екен. И бұл жақта ата-енелер бөлмесі. Ата-енелер бөлмесі, көріп тұрғансыздар ремонт. И өзінше душ, ажатханасы бар туғанда. Так, андан ары. Андан кейінгі бөлме бұл прачка екен, прачный дейді туғандар. Кір жуған машина орнатқанға жайы. Сушилкаларды қойған моделі ошындай жайға ашат алынған. Ошындай бір бөлме. Бұл жерде теплый пол бар екен. Бұл жақта общий санузелдағы бір екінші этаждыққа туғандар. Түштік тарауынан форточка орнатылып тұр. Көріп ремонт, плюс теплый пол бұл жақта ділі. Бұл жерде бір детский спальня. Түштік тарауынан терезе. Көріп тұрғансыздардай ремонт. Бұл жақта өзінен ақырғы бөлмесі.
бір спальный бөлме жайғашқан. Бұл бөлменің бұл жақта өзінше гардероб үшін расчет алған бөлмесі. Бұл жағында өзінің хажатхана душы бар екен туғандар. Так, елмен алматы қандай айтылмаған. Құрылыс отчетта қалған мағлұматтарды берейін туғандар.